Сәлем достар, бүгін сіздермен мен денсаулық зор байлық каналы. Егер каналым ұнап жатса, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Достар, бүгін біз сіздермен геморрой жайлы айтатын боламыз. Геморрой кез келген адамда кездесетін ауру. Оның пайда болуының нақты себебі жоқ. Геморрой тұқым қуалайтын ауру болып табылады. Геморройда бұл төменгі шектегі қан тамырларының шиеленісуінен пайда болады. Тамырлардың жұмысы өзгеріп, қанның құрамы өзгеріп, қабыну болады. Ануста орналасқан тік ішек тамырының түйіндік кеңеюі. Бұл екі түрі болады. Түйіндер сыртқы және ішкі болып екіге бөлінеді. Бұл ауру негізінен орта жастағы және егде жастағы ер адамдарда әсер етеді. Әйелдерге қарағанда 3 есе жиі кездеседі. Аурудың себептері тамырлар құрамының тұқым қуалайтын немесе туа біткен жеткіліксіздігімен толықтырылған жамбас пен тік ішек тамырларындағы қысымның жоғарылауы және қанның тоқырауы болып табылады. Геморройдың себептері іш қату, диета ұстау, ауыр жұмыс істеу, тұқым қуалаушылық және гипердинамия. Гипердинамия дегеніміз бұл қозғалысы өте аз жұмыстар. Компьютер алдында отырады және шофер көлік жүргізетін адамдарда сол кісілерде көбінесе кездеседі. Геморройдың бар екенін қалай білеміз? Геморрой екіге бөлінеді: ішкі және сыртқы. Ішкі бұл геморрой тік ішекте орналасады. Онда ауырсыну онша білінбейді. Ол уақыт өте келе қан кету және қышу арқылы сол кезде ғана білінеді. Ол іште орналасқандықтан онша білінбейді. Ал сыртқы геморрой түйін болып батады. Тікелей жәнегі артқы тесікте орналасады, қышу болады және отырған кезде қатты батады. Сол себепті дер кезінде дәрігерге қаралып алдын алыңыздар. Геморрой кезінде жасалатын жаттығулар: ұйқыдан алдын немесе ұйқыдан кейін жасайсыздар. Орындыққа отырып, аяқты орындықтың астына жіберіп, аяқты айқастырып, анусты ішке қарай қысып тартасыздар 15-20 рет. Содан кейін демалып, бірден жылдамдықта 40-50 рет жасайсыздар. Бұл бірінші жаттығу. Екінші жаттығу: бүйірмен жатып, тік ішекті 2-3 секунд кері тартасыздар. Бұны 10-20 рет қайталайсыздар. Жаттығуымыз: өкшеде отырып, тізені ашық ұстаймыз, өкшені біріктіреміз. Денені жан-жаққа тербетіп 2-3 минут қайталайсыздар. Бұл үшінші жаттығу. Келесі: халық емі ванна үшін немесе компресс үшін қолданасыз. Емен қабығы 50 грамм, 40 буын шөбі 20 грамм, валериан тамыры 20 грамм. Бір стакан қайнаған суға қайнатып, компресс жасайсыз немесе ваннаға отырасыз. Достар, ауырмаудың қарапайым ғана жолы бұл спортпен айналысып, таза ауада серуендеу немесе жүгіру. Таңертең немесе кешке бір мезгіл таза ауада серуендеп қайтсаңыздар, ауырмайсыздар. Ауырмаңыздар. Егер ауырған жағдайда дер кезінде дәрігерге қаралыңыздар.